Біздің бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз қазақ тіліндегі амонимдер, амофондар және аммографтар. Шығуы жағынан да, мағына жағынан да басқа-басқа. Айтылуы және жазылуы бірдей сөздер амоним сөздер деп аталады. Ол гректің хомос біркелкі және онима есім деген сөздерінен туған. Амоним сөздерді көп мағыналы сөздерден ажырата білу керек. Мысалы, ат сөзін алатын болсақ. Қазақ тілінде ат деген түрде бір-біріне байланысы жоқ екі-үш түрлі сөз бар. Оның біріншісі ат жұмыс көлігі мағынасында. Екінші мағынасы ат, есім, атау. Мысалы, сенің атың кім? Үшінші мағынасы ат, етістік, бұйрық рай. Бұлар жеке-жеке үш сөз. Бұл сөздердің арасында өзара мағыналық ешбір байланыс жоқ, тек айтулары ғана бірдей. Амонимдер лексикалық, лексика-грамматикалық және аралас амонимдер болып үшке бөлінеді. Лексикалық немесе толық амонимдер. Амонимдердің бұл түрінде амонимдік қатарды құрастырушы сыңарлар бір ғана сөз табына қатысты болады да, қалай түрленсе де ол сыңарлар барлық формаларында бір-бірімен сәйкес келеді. Мысалы, мүше мағынасындағы өкпе сөзі мен реніш, наз деген мағынадағы өкпе сөзінің екеуі де бір сөз табына қатысты болып, көптелсе де, тәуелденсе де, септелсе де, барлық формаларында бір-бірімен сәйкес келеді. Мысал ретінде сыр сөзін алатын болсақ, оның бірінші мағынасы бояу. Мысалы, сырлаяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді. Екінші мағынасы әркімнің өзіне мәлім, басқаға белгісіз құпия ойы. Баласы үлкен кісідей сыр сұрап отыр. Лексика-грамматикалық немесе жартылай амонимдер. Амонимдердің бұл түрінде амонимдік қатарды құрастырушы сыңарлар әр басқа сөз табына қатысты болады. Осыған орай олар бір формасында бір-бірімен сәйкес келіп, басқа формаларында ажырасып кетеді. Мысалы, ұста сөзін алатын болсақ, оның бірінші мағынасы темірді іске жарататын шебер болса, екінші мағынасы бірдеңені ұста, жіберме. Тағы да түсініктірек болу үшін екінші мысал жала сөзін алатын болсақ. Зат есім мағынасында жала көмір сияқты күйдірмесе де күйелейді. Екінші мағынасы жала, етістік. Қуансып жас балалар маңайда қызық көріп сүт көбігін жалайды. Сәбит Мұқанов. Амонимдердің келесі үшінші түрі аралас амонимдер. Бірнеше амонимді сөздер бір ғана амонимдік қатарға енуі мүмкін. Мұндай көп компонентті амонимдік қатар лексикологиялық амонимдерді де, лексика-грамматикалық амонимдерді де қамтиды. Мысал ретінде жоғарыда қарастырған ат сөзін алуымызға болады. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінен алынған бұл үш сөздің алдыңғы екеуі зат есімдерден болған лексикалық амоним болып табылады. Бұл екеуі үшінші сөзбен, етістікпен, лексика-грамматикалық амонимдер ретінде қатынасқа түседі. Осындай көп компонентті болғандықтан аралас амонимдер деп аталады. Амонимия құбылысын кең мағынасында қарастырғанда, оның айрықша түрлері ретінде амофондар мен аммографтарды атауға болады. Біркелкі айтылып, бірақ түрліше жазылатын сөздер амофондар деп аталады. Мысалы, ас даярлайтын адам асшы сөзін алсақ. Асшы деп жазылғанымен біз оны ашшы деп айтамыз. Және қышқыл мағынасындағы ашшы сөзі. Ашшы деп жазылғанымен біз ашшы деп айтамыз. Яғни жазулары әртүрлі, бірақ айтулары бірдей сөздер. Біркелкі жазылып екпінің алмасып түсуіне байланысты түрліше айтылатын сөздер аммографтар деп аталады. Мысалы, бөлме, үйдің бөлегі және етістік ретінде де қарастыруға болады.